Қырғыздың арасындағы бұрыннан жақын туыстықтың әсері ме, Ердені мен Ерасыл тез шүйкелесіп кетті. Қырғыз жігіт, бұл қоныс Өлжей Жарғал мен Арсалаң деген ағайынды екі жігіттің мекені. Мен мына төбесі көрініп тұрған Өлжей ауылының құлымын. Қосқалмақ қазақ ауылдарын шауып, мал әкелуді әдетке айналдырды. Соңғы барғанда қазақтың бір жігітін мазақ қылып, өнімше ет тастап кеткенін Өлжей Жарғалдың айтып отырғанын естідім. Бұл жерден тез тайып тұр, қолдарына түссең сені де аямайды, деді Ерасылға қарап. Әңгімелесіп болған соң қырғыз жігіт тұсауы ауылға кетіп, Қызыл іңірде қайтып оралды. Қолында шүберекке орап алған кепкен құрты мен жас ірімшігі бар. Бұл бітімге шақырған ұсыныс сияқты. Уақыт болса зуылдап өтіп барады. Енді кешілуге болмайды. Не болса да тәуекелге бел байлап, Ерасыл қырғыз жігітіне бір сырын ақтармақ болды. Ол тағдырдан таяқ жеп, зорлықтың қамшысынан соққы көрген адам ғой. Сатқындыққа бара қоймас деп ойлайды. Егіліп отырып арасында Есенбай ағасын есіне түсіріп, көзінің жасын сығып талды. Мұңды мұң жалғат. Қырғызда көкірегіне беріш боп қатқан кегін жасырмады. Бір шапқында Өлжей Ноян мұның әкесін өлтіріпті. Шешесінің сұлулығына қызығып, тоқалдыққа алуды да ойлаған. Бірақ анасы құсадан өліпті. Көз жұмарында әкеңнің құнын, анаңның мұңын ешқашан ұмытпа. Бақтың есігінде жүре бермей, еліңді тап, деп аманатын айтып кетіпті. Мені Өлжеймен оңашада бір жолықтыра аласың ба? Деп сұрады Ерасыл қырғыз жігіттен. Мұның да жөн екен, ол иттер көп қой, саған әл бермей кетіп жүрсе, қаныпезердің көзін жойып, ағаңның кегін алмақсың ғой, деді қырғыз жігіт бірден қолдап. Егер Өлжейні өлтірсең, мен өзіңмен ала кетесің бе? Әрине, бірге кетеміз. Еліме жете аламын ба? Пау, өзің қызық екенсің. Қазаққа жеткенің, еліңе жеткенің емес пе? Деді Ерасыл. Егер Өлжейні өлтірсең, жақын маңда жүре алмаймыз. Керейдегі әпкемдікіне кетеміз, деді Ерасыл. Ерасыл тоғай ішінде тағы бір күн жатты. Өзін өзі қарады кеп, уә аруақ, өзің жар ола көр деп тіледі. Көңілі өрікпіп басылар емес. Азар болса бір өлім. Менің жаным әкем Қожағұл мен бауырым Есенбайдан артық па? Деп қайрай түсті өзін. Тіпті қорқатын емес. Уәде бойынша қас қарайып, түн еңсеген сәтте ол ауылға жақын келді. Қырғыз жігіті Ерасылды көп күттірген жоқ. Мұны шөккен түйелердің арасымен жетелеп әкеп, өзінің жыртық қонысына кіргізіп жіберді. Түн тастай қараңғы, айтылмайтын өлі арашақ. Бақтыр қазір ғана әркеге бас қойды. Әркіттен жасаған арақтар ғой, әбден тойсын, деді сыбырлап. Енді бір сәтте ол Ерасылды үлкен ақ боз үйдің іргесіне алып келді. Екеуі тыңдап, анау ақ көйлектің омырауын ашып төрде отырған тоқпақтай тұлымы бары Өлжей, деді үйдің жыртығынан ішке көз тастаған қырғыз жігіт. Жаңылып қалма, мінетін аттарды белгілеп қойдым, қалғандарының айылдарын қиып тастадым. Енді бір кезде әркеге масаймақтар өлеңге басты. Мұндайда уақыт болдырған аттай жылжымай қояды емес пе? Шыдамы таусылып, әбден есі шықты. Біраздан соң балбыраған жұрт сыртқа шығып, үй-үйіне тарап жатты. Бірақ ата жауының қарасы көрінбеді. Шөгерілген түйелердің арасында жатқан Ерасыл ақбоз үйдің есігін күзетумен болды. Әлдекім тысқа шықты. Зор денелі, дәу кеуде есік алдында әрі-бері теңселіп, қарнын сипап біраз тұрды. «Есет!» деп күбірлеп, Ерасыл қолындағы қанжарын қыса түсті. Өлжей шеттеу байланған ақбоз үйдің жанына жетті де, жалын тарап, сәл бөгелді. Осы кезде Ерасыл да аяғының ұшымен басып, жақын келген еді. Сол сәт, бұл ит өзінің кім өлтіргенін біліп кету керек, деген ой сап ете қалды. Ерасыл көп кідірместен, сен Өлжейсің ғой, деп күңк етті. Иә, деді тоқпақ тұлымды қалмақ басын есеп. Қазақ ауылын шауып, ағам Есенбайды өлтірген сен бе жауыз? Ендеше қанға қан, тарт сазайыңды. Ерасыл оқша атылып, алмас қанжарын Өлжейнің қақ жүрек тұсынан соғып жіберді. Ата жауы аузы апандай ашылып, екі қолын алға соза бере, екпетінен құлап түсті. Мұндайды бұрын көрмеген Ерасыл буыны құрып, сылқ етіп отыра кеткен.
Қырғыз жігіті оны қаперінде орнынан тұрғызып алды да атқа мінгізіп Ақбоздың тізгінін ұстатты. Үй тұрып айқай шу шыққан кезде екеуі ұзап кеткен еді. Неге екені белгісіз, арттарынан қуғыншы шықпады. Төпсіз тұңғиық түн қылмысты жасыратын әдеті. Тек тұяқ дыбысы ғана естіледі. Бәрінен де Ерасыл өзіне риза. Өмірінде алғаш рет еркек атанып, жауынан кек қайтарды. Алда әлі талай асу бел, бейнетті жол жапты.